Маңғыстау облысында мұнай саласына арналған сорғы штангалар мен жалғастырғыштардың бірегей өндірісі ашылды. Зауыт құрылысына Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің еншілес кәсіпорны Қазақ экспорттық сақтандыру компаниясы қолдау көрсетті. Өндірістің экспортқа бағытталғанын ескерсек, өнімнің шамамен 70% шетел нарығына жөнелтіледі. Бірегей зауыт жайлы тілші бейнематериалында. 2020 жылы басталған зауыттың құрылысы бүгінде техникалық іске қосылып жатыр. Өндіріс толығымен автоматтандырылған. Бастапқы кезеңдегі қуаты жылына 150 мың штанга мен 100 мың жалғастырғыштар шығару. Алайда кәсіпорын басшылығының ауқымды жоспарлары бар. Біртіндеп қуаттылығын арттыру арқылы өнім көлемін 250 мыңнан асыру көзделген. Основные заказчики это страны Прикаспийского региона. Негізгі тапсырыс берушілер Каспий аумағындағы Әзірбайжан, Түркменстан және Ресей келі. Өйткені стандарттар бойынша штанга олардың барлық талаптарына сәйкес келеді. Бірақ қуатымызды арттырған кезде әрине біз жергілікті өндірушілерге жеткіземіз. Мұнайшылар бұл өнімге өте мұқтаж. Бізде қазірдің өзінде бар өтінімдер бұл біздің өндіріс көлемінен асып түседі. Өндірілетін сорғы штангалары халықаралық және қазақстандық сапа стандарттарына сәйкес келеді. Бұл оларды отандық кәсіпорындарға да экспортқа да жеткізуге мүмкіндік береді. Өнімге сұраныс өте жоғары, жеткізу ауқымы кең болатынына мамандар сенімді. Жоспарда тауарды алыс жақын шетелдерге шығару бар. Мы приняли на себя кредитный риск. Біз өзімізге 10 миллиард теңгеден астам сомаға несие парағын қабылдадық. Яғни Қазақ экспорт өз мойнына алды. Енді компанияның айналым капиталын ұлғайту үшін соманы көбейту мәселесі қарастырылуда. Біз жоба экспортқа бағытталған кезде осындай тәуекелдерді қабылдауға дайынбыз. Өз кезегінде Қазақ экспорт компаниясы үшін бұл жалпы құны 15,5 миллиард теңге болатын кезекті жоба. Компанияның сақтандыру қорғанысы екінші деңгейлі банктер үшін берік кепілдік. Бүгінгі таңда Қазақ экспорт инвестициялық жобалар бойынша кредиттік тәуекелдерді өзіне қабылдайтын Қазақстандағы бірден-бір компания. Қазіргі уақытта жабдықты орнатудың соңғы кезеңі жүріп жатыр. Ресейде 20 маман оқытылады. Өндіріс қаңтар айына жоспарланған. Содан кейін қосымша 80-ге жуық адам жұмысқа орналасады. Есенбек Санатұлы, Мұхаммед Шаткам, Атамекен бизнес, Маңғыстау облысы.